Теріскерлік зілтемірші Айдар Қазов Азия кубогы жарысында жеңімпаз атанды. Катар астанасы Дохада желтоқсан айының 13-17 күндері аралығында өткен байрақты бәсекеде жерлесіміз қос сайыс нәтижесі бойынша 317 келіні бойынан асыра көтерді. Осылайша сары құрлықтың үздік атанып алтыннан алқа тағында. Тақырыпты спортшымен жүздесіп, жаттығын байқап қайтқан әріптесім Байболат Құлтанов сабақтасын. Ближе к себе. И рывочек классический. Повыше. Хорошо, еще раз. Эрик Алибаев Айдар Қазовтың жеке бапкері. Азамат жас спортшыны 2007 жылдан бері жаттықтырып жүр. Осы уақыт аралығында шәкірті талай биік белесті бағындырған. Соңғы рет Айдар Азия кубогында топ жарды. Жерлесіміз Иран, Үндістан сынды елдердің белді зілтеміршілерінен басым түсіп, көк туымызды желбіреткен болатын. Выступает категория 77. Айдар жарыста 77 келіде сынға түсті. Оның салмағында 12 спортшы болды. Араларында Рио Олимпиадасының қола жүлдегері де бар. Дегенмен Айдар бұған мойыған жоқ. Керісінше, жігерленіп жеңіске жету үшін барын салды. Бұл жетістігі барлығымыз үшін қуаныш. Айдар Қазов байрақты бәсекеде жұлқа көтеру сынында 140 келіні бойынан асырған. Ал келесі серпе көтеруде 177 келі зілтемірді ырқына бағындырыпты. Қос сайыс қорытындысы бойынша жерлесіміз додада үздік атанды. Бұл жетістігім көп жылғы жаттығудың арқасы дейді спортшы. К этим соревнованиям готовились 3 месяца. Азия кубогына 3 ай дайындалдым. Әсіресе серпе көтеру бойынша шеберлігімді арттырдым. Бүкіл бәсеке барысында жаттықтырушымның айтқан ақыл кеңесін есімнен шығармадым. Бұл нәтижеме көңілім толады. Енді алда тағы жарыстар бар. Сол сайыстарда елімнің көк байрағын желбіреткім келеді. Келер жылдың сәуір айында теріскелік зілтемірші Азия чемпионатына қатыспақ. Кейін желтоқсанда әлем біріншілігінде бақ сынайды. Айта кетейік, Азия кубогынан 4 қазақстандық ауыр атлет қатысқан. Оның 2-і алтын, ал 1-і қола жүлде еншіледі. Байболат Құлтанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.